ертеде, бәлкім онда ертеме. Шыбын келіп араға, былай депті ызыңдап, көзіменен мамыңдап. Дауымыз жоқ арада, жүрегіміз бұзылдап. Біздің үйге жүріңіз, шәй ішейік қызылдап. Қуырдақ та кеп қалар, секіріп май шыжылдап. Күтіп отыр сүздейде, саншығын қызынап. Ара істен бас алмай, былай депті нығымдап. Айтсам шыбын шынымды, өзімнің де шайым бар, шай табатын жайым бар. Ет десеңіз етім бар, май десеңіз майым бар, мал десеңіз малым бар. Алайын ареке, бұл тамақтың барлығы бір жақта да бар екен. Көріп тұрмын күйіңді, дегенменен ареке, көрсең еді үйімді, деп шебекең қиылды. Қиылған соң қиыңды, қонақ сыйлап күтетін, бәлкім сенің күшің бар, бірақ менің дәл қазір істейтұғым ісім бар. Қыр қыдыру жаман-ау, шаруама қарайын, бірақ көңілің қарадау, кешке қарай барайын, деп арекең шыбынға айтып еді жағдайын. Шыбын бұған киеді, қағып қойып таңдайын. Кеш деген сөз кеш болар, еңбегіміз еш болар. Күндіз келіп кетіңіз, ақыл болар, ес болар. Олай болса уәде, кешкі сағат 5 болар, деді арекең баптанып. Шыбын кетті аттанып. Бас алмай шаруадан, ара келді кешігіп. Ара келсе шыбындар, жатып қапты шешініп. Қонақ күткен жайы жоқ, қаймақ қатқан шайы жоқ. Үйі тастай қараңғы, не шамының майы жоқ. Сүртіп көздің бұлтығын, өзін дауыстап, шай құй деді бір шыбын, бір шыбынға дауыстап. Қап, ел жатып қалдауа, шай табатын жұғындап. Қараңғыда қайда шам, аты жөні жоқ пырылдап. Денсаулықты шығындап, жұртта есігін таршапты, тесіктерін тұғындап. Болмаса шай табар ем, оғып-бұғып ырымдап. Де бұл шыбын қысылып, ашуланды шырылдап. Жұрт есігін ашпаса, бұл шыбындар қырылмақ, деп арекең шам жақты. Қарап еді абайлап, сыйып кетер уысқа, кішкентай бір қуыста. Барлық шыбын жиылып, жатыр екен үйіліп. Қарамады шайына, қарамады майына, ара кетті жайына. Егер осы шыбындар үйір болса жұмысқа, жатпас еді үйіліп, уыстай бір қуыста.